Атақ пен даңқ, байлық пен жетістік. Бұл ханымдардың өмірін керемет деп елестететін боларсыз. Халық оларды жақсы көреді, бірақ бұл жетістіктің құны қандай? Алғаш рет олар ақиқатын ашып айтады. Она просила его уйти от меня, на что он ответил: ну как я ее брошу, она же старая, ей 35 лет, она не может родить. Как я ее брошу, ты можешь потерпеть немножко? Мама енді мені ату жазасынан етема, адам өлді ғой дегенде қараптасымен қорқыныш пайда болды. Когда ты медийное лицо и ходишь с синяками на глазах, это страшно. Олар ұят болады деп үндемей келді. Бірақ бүгін үмітсіздік. Мен жылап қарсы алдым Қыдекеңді. Бұлай жалғасуы мүмкін емес. Ну, я сделала тут такие моменты. И у меня должно было быть 2 или 3 ребенка. Қайғы, Я понимаю, что тебе не дают ничего просто так. өкпен аз. Көбісі ойлайды мен туралы дайын нәрсеге барып отыра қалған адам деп. Олай емес. Ашық сұхбат алаңы, боямасыз өмір. Еліміздегі ең шынайы жоба. Танымал ханымдардың тағдыр талайы. Сіздің қате баспауыңызға сеп болсын. Ұят емес, 31-ші арнада. Бүгін бағдарламада оны кәрі қыз деп айтады. Бірақ бүгін ұят еместе Гаухар Әлімбекова жан жарасын ашты. Сен кімсің мені құртатын дедім алдына. Сен кімсің мені құртатын, құдайсың ба не сен? Әнші жалғыздықтан жапа шекті ме? Қатты күйзелісте болдыңыз ба? Гаухардың ел білмейтін қандай құпиясы бар? Біз де көптен күттік, яғни халық күтіп жүр бұл жақсы жағымды Мен жаңалықты. өзімде көп күттім ғой негізі. Қазақтың қанша қызы оның әнімен ұзатылды. Бірақ өз әкесі қызын ұзатуды армандап өтті. Неге ол бұл әнді өз тойында ести алмады? Бүгін ол ашық әңгімеге дайын. Менің кейіпкерім танымал сазгер, әнші Гаухар Әлімбекова. Қош келдіңіз, Гаухар. Қош келдік. Осыдан бірнеше апта бұрын сіздің жол апатына түскеніңізді естідім. Денсаулығыңыз қалай? Қазір жағдайым жаман емес, жақсы. Қай жерде орын алған оқиға және не? Ауыл жаққа барған, Жетісай жаққа, туған жерге. Сөйтіп, Жетісайдан келе жатқанда Шымкентке кіре беріс жерде. Сол жерде машинамыз аударылып кетті. Аман қалдық. Енді бұл осы 3-ші негіз болып жатқан аварияның жол апаты. Демек соңғы осымен кетсін. Осымен Енді үшеуден кейін қайталанбасын. болмайды шығар, Құдай сақтасын. Бәрі Алланың қолында ғой, аман қалдық, бәрі жақсы. Құдайға шүкір. Гитарада ойнауды қайдан үйрендіңіз? Бір күні күндердің күнінде 9-шы класстың соңында Мақтада полияда жүргенбіз. Мен ауырып қалдым. Сөйтіп ауруханаға түстім. Бір күні терезеден қарап тұрсам, далада бір кісі гитара ойнап жатыр екен. Орындықта отырып, әшейін демалып отыр екен да. Жүгіріп барып ана кісіге айттым: "Аға, маған гитара үйретіңізші" дедім. Үйде ағаларым айтпақшы, сұрасам айтады: "Не қыласың, саған гитараның не керегі бар? Жұмысың істесе" дейді да маған. Серьезно, енді қабылдамайды да, үйреткісі келмейді. Енді олар әнші болатын білмей қалған шығар, білсе үйрететін еді ғой. Сөйтіп ана кісіге айттым: "Аға, үйретіңізші" дедім. "Жарайды, үйретейін, қандай өлең үйретейін" деді. "Балқадишаны салуға бола ма" дедім. "Не болмайды, кел үйретейін" деді да. Сөйтіп үйретті. Ой, 3-4 аккорд қой дегенім, осы 3-4 аккордпен 300-400 өлең айтасың деді. Сонымен маған үйретті. Мен больницадан, Құдай, больницадан шықпасам екен дедім ғой жаңағы. Бір 10 күндей жаттым, енді 10 күннен кейін шығу керек. Барып дәрігерге айтып жүрмін ғой, мен біраз қалдырыңызшы, мен гитара үйреніп алайын деп та. Сөйтіп ақыры врачпен сөйлесем, жарайды деп қояды, подаркаңызды жасаймын ғой деп қоямын, Шымкентке барамын. Сөйтіп
гитарамды үйреніп келдім, үйге келдім, сонымен жайлап, қорланды салдым, тағы бірдеме табырым, сөйтіп жүріп, кейін өзім жайлап ән шығарып кеттім ба, бірдеңе болып кетті әйтеуір. Өзім құмарттым, құмарланған енді үйреніп кеттім содан. Сабақ үстінде гитара тартам деп талай қызықтарға тап болыпсыз. Бұл туралы бізге сіздің достарыңыз айтып берген болатын. Сол кісілердің сұхбатын бірге тамашалайық. Класста ана бұрышта постоянно гитарасы тұратын. Ол кезде енді шынымен несі жоқ, қаны дейміз ба, қабы жоқ, гитараны былайша алып келетін бір қызғыш гитарасы бар. Әдемі постоянно тұратын класста. Сол ғой жаңағы алып кететін завуштардың, мұғалімдердің гитараны болмайды, бұл жерге не положено. Оның біздің жігіттер қайтып алып келіп қояды орнына. Үлкен перемена болады, сразу жиналамыз, Гаухарның тыңдап отырамыз. Қалай сабаққа кіру болады, соны гитара орнына тұрады. Соны мұғалімдер алып қоятын. Гитарасын алып маған әкеп беретін. Сосын кейін Гаухар жеке шақырып алып, кейін Гаухар үйде тарт, сабақтан кейін тарт, коридорда сабақ кезінде гитара тартпа, шуылдама деп айтатынбыз. Бопты деп кететін, бірақ қайтадан 2 күннен кейін қайттан гитара мектепте кабинетке келіп тұратын. Біздің үйде Ораз бар, ағамыз бар ғой, соның артындағы Бақытгүлдің ағасының үйінде вечер жасап отырмыз. Жасырып сөйлесек қой ол кезде, Союздың кезі ғой. Вечеринке болып отыр, биге шығасың ба, би болып отқан кезде сырлай есіңде ма? Ана бір кинодағы өлеңді айтып отырады ғой. Тоқ қуып жүр, әтешті ұстап алдым, тауықты да өлең айтып жүр ғой ана жерде, вечеринке ішінде. Сол кездерінде сондай бір қызықтар болады. Сонда мамасы келіп, кәдімгі қолында кішкене таяғы бар. Есінің алдында тұрған шақыр қызды да. Мектеп бітірген жылыдан кейін Болсынай деген қыз тұрмысқа шықты. Сол кезде ол құрбым деген ән жазып шығарды. И сөзімен, әнмен өзі шығарды сол кезде дүниеге. Жаңада сол тойда айтты бірінші рет. Сол кезде мен өзіміз таңғалғанбыз. Сол той біткеннен кейін күйеуімнің маған ренжігенін есімде, сен сонша соғысқа жіберіп жатқан сияқты, соншалықты бір неге нетіп жатқан сияқты, неге сонша қайғылы өтіп шығарды деп қатты ашуланған. Енді Гаухардың бала кезінде, Балқадиша емес пе дайын? Сол Балқадиша біздің жүрегімізден түбінде қалған, сол есте қалғаны, соны айтушы еді бастайын. Қосылып бізде айтып жүруші еді сол кезде. Қыз едің, ыбырайдың Балқадиша, бұралған белің нәзік, шіркін айтал Хадиша. Серуінге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз, шарығым сен Хадиша деп айтушы еді. Келіп тұрмайсыз ба ауылға? Сағындық сені келіп, қазіргі класстастарын алды жүр, үйленіп, құдалық болып отыр. Әрдайым сені айтамыз. Отырсақ басымыз қосылса, Гаухар Әлімбекова деген сені класстасымыз, сені айтып отырмыз әрдайым. Баяғы 25 жылдықта, 26 жылдықта керемет тойлар болды. Оған рахмет. Әрине ауылға деген еңбегің, сенің жасаған жақсылықтарың барлығы есте, барлығы рахмет, сені еш уақытта естен шығармаймыз. Ауылға келіп тұр. Біздің апам мен вообще неге жүрмейтін еді да, отырысқа, вечерге жүрмейтін мен. Гитараны үйде тартуға уақыт жоқ. Мектепке барғанда ана Болсынай ғой мені құтыртып отыратын. Гитараңды алып кеш дейді да. Сөйтіп ең бірінші мектебім деген әнімді шығардым ғой, мен мектепті қимай. Сөйтіп соны алып кел дейді, алып барам. Өлең айтам. Соны ана мұғалім ерегісіп, бір мұғаліміміз бар еді, Дүйсен деген. Мен түк жақсы көрмейтін сол кісі. Әлі жақсы көрмейді деп ойлаймын. Сол айтпесе бір жағы жездем болып келеді ол кісі. Сол ғой гитараны алып қояды, апарып тастады. Үйде 4 гитара бар еді да. Екіншісін алып келдім. Екіншісін алып қойды. Үшіншісін алып келдім. Төртеуін де жаңа алып қойды. Төртеуі де неде конторда тұр, жаңа Андаспай ағай сөйледі ғой, директор еді ол кісі. Ол кісі бірақ мен жаман көрмейтін еді.
сөйтіп гитараны алып қойып еді. Бір күні үйге жамандап келді ана кісі. Әкеме да ашуланып, мына қызыңыз бар ғой, анау мынау деп, негізі мен әкем өйтіп жамандатқызып қоймайды да, қаталды. Мен шешем рахаттанып тыңдайды жамандаса мен. Әкем кейін жаным шығарады да, шешем қатал болған ғой. Әкем жаңағы менің сөзім сөйлейді, маған жаңағы гитараны алып қойды. 4 гитара бізде конторда тұр дейді да. Мен соның алдында білдім да оның үйге баратын. Сөйтіп Сырылбай деген бұзықтау кластасым бар еді. Соған айттым, гитараны әперші деп. Ол жексенбі күні барып, терезеден түсіп, 4 гитараны үйге әкеп қойған білмейді да ана кісі. Воскресенье күні үйге келіп, енді әкеме рахаттанып жамандап отыр еді. Сөйлеп жатыр, айтып болдың ба деді. Қандай гитараны айтып жатсың деді. Көрсеңші, үйімізде гитара жоқ деді. Үйге барып, 4-еуін алып шығып еді. Деп сөйлей алмай қалды да. Сосын бір нәрсені біліп айтпайсыз ба, не айтып айтасыз деп әдейі майып сөйледім да, үйдің артына қарап кетіп қалдым да. Ал не дейсің деп еді. Ай, бұл деп, сен де қойшы, болмайтын балаң әңгімесін айтасың еді. Әкем үйге кетіп қалды. Сауып болды дедім ғой кейін. Сіздің әндеріңіз танымал болғанын қашан білдіңіз? Қашан өзіңіздің танымалдығыңызды сезе бастадыңыз? Енді ауылда шыны керек, жаңа ән шығарғанымды жайлап айттым. Класстастар білді, мұғалімдер білді. Ал Алматыға келгенде мен сазгер екенімді ешқашан айтқан жоқпын. Мен Алматыға келдім, қыздар педагогикалық институтына түстім. Ол кезде менің сазгер екенімді ешкім білмейтін, бірақ мен ең алғаш оқуға баратын алдында бір ауыл шаруашылыққа жұмысқа алып кетеді ғой. Сондай жұмысқа барған кезде мен сол жерде ең тұңғыш шығарған өлең жаңағы «Сағыныш саз» деген. Табиғат тұр тамылжыған таң алдында деген бір әнім бар. Сол әнді сол жерде шығардым мен. Сөйттім да, ол кезде енді мен алдымда не күтіп тұрғанын білген жоқпын, шынымды айтсам. Ән менікі деп айттым да, кейін кетіп қалдым. Кетіп, ауыл шаруашылық жұмыс бітті, ауылға кеттік, кейін келеді ғой сабаққа. Сабаққа келген кезде бір күні жатақханада 5-ші этажда барып посуда жуайын деп барып, енді бір жуып атсам, басқа бір факультеттің бір қызы посуда жуып атыр да ол. Сөйтіп, екеуміз екі жақтан сағындым ғой сағынды, менің әнімді айтып атыр да жаңағы. Бірінші рет өз әнімді басқа бір естен денем, аяқ қолдарым дірілдеп кетті да. Мынау қаяқтан біледі дедім да, жүгіріп бөлмеге барып, кіріп барып, құрбым бар еді, дос қызым, соған айттым, Перне, ана жақта мен өлеңімді естідім, бір түр болып кеттім десем, қауқасаң айтамын да ұмытып кеттім ғой. Сен ана өткендегі ана неде сельхозкада айтқан өлеңдерің бар ғой, солар мына жерде хит болып жатыр деп қояды ғой, бәрі студенттер айтып жатыр. Да дедім кейін, менікі деп айтпай қойсашы дедім жаңа. Неге деді, кейін мен енді ұяң болдым, мен ұялшақтау болдым. Менің әнім деп айтуға ұялдым ол кезде. Мен өзімді сазгер ретінде білмеймін, или мен өз-өзімді бірінші мойындамадым ба, менікі серьезный ма емес па деген сияқты да. Жаңа бірден менің әнім деп айта алмадым. Енді осындай талантыңыз болғанына қарамастан сізді 2-ші курстан кейін оқудан шығарып жіберіпті. Не себептен? Ол кезде өмірім тозақ болды мен. Бұлай болды ғой, мен қыздар педагогикалық институтына келіп түстім. И сол кезде біздің бір куратор мұғаліміміз болды. Өте еңбекқор, пысық өзі. Сол кісі ең дауысы мықты, ең талантты деген 25 қызды группаны жинады, қыздарды. Өте талантты. Экспериментальный группа болады. Енді қысқасы бір керемет не шығарам деді ғой бізден. Мен мәз болып жүрегім жарып үйге айтып келдім, 25 қыздың ішіне мені қосты, даусың күшті деп айтты деп, қайдан білейін алдымда не күтіп тұрған. Мәз болып жаңа 25 қыздың ішіне кірдім. Сонымен басталды сабағымыз. Енді шыны керек ол жерде бәрі тіс қаққандарда, бәрі қыздардың бәрі келгендер, жаңағы музыкальный училище бітірген, культпросвет анау мынау, енді бәрі нотаны танып, біліп келіп отқан адамдар, қасқыр қыздар бәрі. Мен ешқандай нота танымаймын, ешнәрсе білмеймін. Мен тек даусыма қарап ала салды. Ол жерде слухымыз тексерді, даусымыз тексерді. Сонымен оқу басталды. Мен негізі бұл әңгімені осы уақытқа дейін айтқан жоқпын. Бұл менің қанша уақыттан бергі ішімдегі сырым. Сол біздің группамызда староста болады ғой бір. Енді ылғи қыздар оқыған жер мәз бола ма енді. Сөйтіп сол қыз мен ұнатпады басынан бастап. Сол менің соңыма түсті. Кәдімгідей менімен ерегісіп, мен енді олар сияқты білімді емеспін ғой. Бірақ барынша шамамның келгенінше мен жақсы оқуға тырыстым. Мен ешкімнен кем оқыған жоқпын. Қайта кейбіреулерден артық оқыған шығармын деп ойлаймын. Сөйтіп оқып жүрген кезде мен енді андай кішкене қалжың бастығым да бар ғой, қалжыңдап күлдіремін. Сабақтың үстіне отырамыз ғой, енді мұғалім кешіп келіп қалады кейде. Сондай кезде бәрі біліп алған мені.
мен атын Гаухар демейді, бәрі Гәкку деп айтатын. Өйткені сен өмір күліп жүресің, жұртты күлдіріп жүресің, сенде бір ешқандай проблема жоқ сияқты дейді да. Сөйтіп, Гәкку әлі мұғалім келген жоқ, салып берші дейді ғой жаңа мұғалімді. Соны біздің жаңа куратор мені өте қатты ұнатпады. Ол кісінің, мен кейін білдім, ол кісінің жазығы жоқ екен, оны жаңа қайрап айдап салып жүрген жаңа группадағы қыз болып шықты да. Кураторский час басталды ма, 45 минут болса 45 минут бойы маған тиіседі. Оны менен басқа ешкім көзіне көрінбейді оны. Кіргеннен Әлімбекова деп кіреді, кеткенше Әлімбекова деп кетеді ғой. Сөйтеді да маған тиісе береді, сосын бір күні мен жаңа мұғалімді енді Әлімбекова деп тиіскесін мен сол апайды салам ғой енді. Жаңа бір күні мұғалімді салып жаттым ғой мен. Мен енді күлдіру үшін артық салып жібердім да. Келдім да столды ұрып, так, Әлімбекова бар ма дедім да. Жаңа тек қана Әлімбекованы тексеріп жатырмын, басқа ешкім жоқ. Ана жерде қанша студент отыр айтпесем. Так, Әлімбекова бар ма? Бар. Так, сабақ бастаймыз дедім да. Айқайлап келіп бір рет мен бір қатты былай ұрысқаны бар. Жаңа сен лучше ауылда жүрмедің ба, бұл жерде сен оқу сенің нетең. Короче, былай деп айтты да, сен 25 қыздың ішіндегі самая тупая, самый безмозглый, бір орысша сөздер бар, ұмытып қалдым енді. Енді ең жаттап алған сөздерім сол менің де қап кеткен мен. Сөйтіп жаңағындай ұрысқан ғой мені. Мен соны алдым да столдың үстінде жаңа өзіме қарап айқайлап ұрысқан ұқсап, безмозглая, тупая деп стол так деп қолмен ұрып бердім да, басымды да ұрып жібердім да столға күлдіру үшін. Қайдан білейін? Безмозглая, тупая, ауылда отырмайсың ба, лучше бала туып, өлең сенің нетең, кім шақырды сені, кім сені оқуға түсірді, анау деп айқайлап келдім да, ол кісінің енді шашы ақ болатын. Шашымды жалбыратып жібердім да, басымды столға ұрып бәрі шектері қатып күліп атқан, ерас бәрі үндемей қалды. Бірден өшіп қалды. Бұлар не бүйтіп жатыр деп, теріс қарап қалсам, артынан жаңа мұғалім келіп тұр да менің артынан. Қасында ана қыз тұр, старшысы тұр. Алып келіп тұр да мені үстінен түсірейін деп. Бұрын айтып жүрген, енді үстінен түсті да ол. Сөйтіп ол кісі енді ақылды кісі ғой, ол маған бетіп қарады да, молодец, оказывается, сен актриса екенсің ғой, жарайды, жалғастыра бер деді да, ол кетіп қалды. Одан кейін ол жерде үндемегенмен кейін көресің, жаңа қай жерде болсын сол әңгімені айтады, тиіседі, бұрынғы тиіскен ба. Соны ана қыз бір күні екеуміз ерегісіп қалды. Маған айтты, мен сені деді, осы институттан құртам деді. Бүкіл курстың алдында сөз берді. Ант берем, мен сені құртам деді. Енді басқа біреулер болса жылап, үйтіп қалады ғой, енді үндемей жаңағы момын қыздар болса. Сосын құртам деді, сен кімсің мені құртатын дедім алдына барып. Сен кімсің мені құртатын, құдайсың ба не сен? Жоқ, сен салдың осы институтты дедім. Сөйтіп жаңағындай, көресің ғой, мен сені құртам деді. Атым басқа болсын, мен сені құртпасам деді. Сөйтті да, енді ашумен айтты дедім да, мен қайтып ойнап күліп, өзім жалғастырып жүре бердім, сабағымды оқып. Содан кейін ол жайлап жаңа әрекетін жасағанда, ана қыз маған көрсеткен жоқ несін. Жаңа мұғалім бірақ соңынан түсті ғой. Мен сені құртамын, сен оқитын қыз емессің деп өзінен маған тиісе береді. Келе жатады да, бірде мені көріп қалама, так, Әлімбекова, жүр дейді, бөлмеге апарады. Айтып отырмын ғой, мен бір оқу орнында емес, бір зонада жүргендей ма, түрмеде женский колонияда жүргендей ма, сондай күй кештім да мен. Ешкімге айта алмаймын, үйге, егер мен шешеме барып айтсам, оқымаған, маған жақсы үйге кел деп айтады да ол. Сөйтіп, құда түсіп қойған ауылда бір жігіттер бар, күйге беріп салады ғой мені. Екінші курстың аяғында қатты құлазып, шаршап жүрген кезінде мен қатты ауырдым. Төсек тарып жатып қалдым. Сонда уже мен почти сессияның бәрін тапсырып тастаған, бірақ зачет қалған, сенесіз ба? Бірақ зачет. Сол зачет тапсырайын жатқанда қатты ауырып қалдым да, кейін қыздар көрді мен ауырып жатқанымды. Куратордың құлағына жеткен ғой. Ол келді да, мен сенбеймін, өз көзіммен көрем деп 5-ші этажға дейін келді. И менің состояниемді көрді да, былай қарады да, қыдырған осындай болады, бірдеңе деп маған, мен ауырып жатсам сондай жаңағындай әңгіме айтып жатыр да маған. Қатты күйзелісте болдыңыз ба? Гаухар Әлімбекова махаббат туралы әндерін кімге арнап айтты? Білгіңіз келе ме? 31-мен бірге болыңыз. Демек, біздің арнада эксклюзив. Бірінші рет мойындап айтып отырмын сіздерге. Гаухар ел білмейтін қандай құпиясымен бөліспек? Біз де көптен күттік, яғни халық күтіп жүр бұл жақсы жағымды жаңалықты. Өзім де көп күттім ғой негізі. Қатты күйзелісте болдыңыз ба?
жыламауға тырысайын, ат бір жыласам жаман жылаймын. Маған, в общем, жаны ашқан құса былай деп айтты ол кісі. Сен барып емделе бер деді. Зачет не ол, тапсыра саласың деді, ештеңе емес. Бір зачетта тұрған ештеңе жоқ, қайта бер үйіңе деді, демал деді, барып емдел деді. Сонымен ағам квартирасына келдім, үйге де барған жоқпын. Барып емделдім. Өтірік алдаған бas? Жаман ұят па, сонда оқудан шығып қалу? Намыс қой ол, намыс ұят. Әке-шешеңізді ойладыңыз ба бастысы? Кеттім үйге, барым. Сөйтіп, 3-ші курстың басында келдім, емделіп жақсы болып. Оның бір белгілі уақыты болады да, мысалы, ноябрьге дейін ба, жаңа тапсыратын. Мен келдім, жаңа зачетін тапсырмай қой салды, қояды да маған қыздар. Ешнәрсе қылмайды. Сен талантливый қоясың ғой, сен тапсырып кетесің, анауына мен жүре беріппін аузым ашып. Сөйтіп, октябрьдің аяғында ма, ноябрьдің басында жаңа бүкіл курстың алдында жаңа куратор келіп кетеді ғой маған. Дорогая, сен неғып жүрсің бұл жерде? Сен білмедің отчислениеде екенін дейді да маған. Мен түсінбей қалай дедім да, сөйтсем, сен же отчислениедасың ғой, неғып жүрсің бұл жерде? Қайт үйіңе дейді ғой маған олай. Сен отчислениеге кеттің деді ғой, мен сөйтіп қарасам, ана қыз күліп тұр да маған қарап. Қуанып тұр да. Негізі мен содан шықтым да, менде уже бұрынғы жуастығым, менің бәрін уже жинастырып қойды, менде кек пайда болды. Ашу, ыза пайда болды. Сөйттім да, осыдан дедім, мен өзімді жаңа дәлелдеймін дедім, доказать етемін. Одан кейін мен өнерде өмірім басталды. Мен ол жерден кеттім, бір жолдас қызым бар еді, Жәмила деген, театранияда оқитын. Сол айтты, жүрсе мен бірге тұрсай, анау мынау деп. Ағамның қолында тұрам деген, мен бірге жүрші, мейлі ағаңда да тұрасың, менде де тұрасың деді. Гитарамды алдым да, сол жерге барып, сол жатақханада тұрдым. Жатақханада у-шу болды ғой, енді қызық, әртістер тұрады бәрі. Біреу келеді, Гаухар, сен осы жерде тұрып жатыр екенсің ғой, сен Наянның авторсың ба дейді маған. Я деймін, керемет қой, айтып берші дейді. Тағы біреу келеді, жаңағындай. Сен мына сенің әнің ба не шынымен дейді. Я, мен өткенде естіп қалдым деп сөйтіп айтып келеді. Олар маған шабыт берді, олар мені рухтандырды. Баяғыдағы мен былай жаңағы нығыздап қаптың ішіне байлап тастады ғой, мен былайша айтқанда, мен тынысым тарылып тастады ғой. Сол қаптың аузы ашылды да ана жерге барғаннан кейін. Ана цыгандар сияқты, цыгандар өзінің бір үйірін табады ғой, сол сияқты өзім үйіріме қосылғандай сезіндім ғой мен. Жаңағыдай бірінің артынан бір ән кетті ғой жаңағындай. Жаңағы көктемге хат, бір тамшы көзің жасындай, жаңағы шырайын алып қалғандай саған басым, сосын гүлім ай. Жалпы әндеріңіздің бәрі махаббат туралы. Демек, сол бір махаббатыңызға қол жеткізе алмай қалдыңыз ба деген ой пайда болады да. Солай ма? Қалай деп айтсам, баяғыда бір жігіт былай деп айтып еді маған. Сіздің өлеңдеріңіздің бәрі жақсы ғой, анау өнер адамдары күнде ғашық болады ғой дейді да. Күнде махаббат болатын шығарсың, не деп қойды да маған. Сонда дедім, мен айттым, әр өлеңнің кейіпкері бір жігіт болса, әр өлеңде бір жігітпен жүрсем мен, сонда мен кім болғаным дедім да. Өйтіп, ана өлең өзі мен шошақай біреу болатын шығармын, өлеңнің мағынасы жоқ, мәні жоқ, секең анаған бір секіп, мынаған бір секіп, жаңағындай дей. Мен сондай өлең шығаратын адамға ұқсайын ба дедім да. Оның бәрі бір адамға арналған дедім. Бірақ әртүрлі сезім, жаңағы бір сезім, бәрі шынайы сол адал махаббатты аңсағаннан неден. Енді шынымды айтсам, ол 100% бәрі бір адамға арналды деп айта алмаймын. Мысалы 70-80%, 60% бір адамға арналса, тағы бір 10% сол студенттік кезде бір қыздарды кәдімгідей жігітке ғашық болған көргенде қызығатын да. Мен айтып отырмын ғой, жаңағы егер менің қолым бос болса, үйге барып әке-шешемді көрсем, бауырларымды көріп, бір рахаттанып, бір етке тойып келсем, арманым жоқ деп, мен соны ғана ойлаймын да. Сонда жаңа етті сағынып жүрсем,
жаңағыдегідей аналар кәдімгідей жігітін ойлап сөйтіп жүргендердің көбісі оқуын тастап кетті, тұрмысқа шығып кеткендер болды. Надо же деймін да, қалай жігіт жақсы көреді, неғып маған Құдай осындай сезім бермейді, неге мен сөйтіп біреуді жақсы көрмеймін өліп талып деп. Аналарға қарап, мен соның эмоциясын кәдімгідей өзім анаған қарап отқанда өзім қабылдап алатын едім да. Анаған қатты беріліп кеткен кезде мен соның орнына шығарамын да, ана қыздың орнына жігітке шығарамын. Түсінесіз ба? Сондай неге ана образға кіріп кетемін мен. Ал тағы бір 10% қиялдап, армандап, Құдай маған не осындай не бермей жатсың маған, сондай сезім берші маған, сондай ұлы махаббатты сезім берші. Мен сондай көрмесем тұра алмайтын, өліп талып кәдімгідей, сондай бір махаббатты берші. Мен телевизордан көрген кезде бұндай махаббат болмаса, енді Абайдың өзі айтқан ғой, енді махаббатсыз дүние болса, хайуанға оны қос деп. Мен хайуан емеспін ғой, маған сондай сезім берші деп жаңағындай Құдайдан сұрап сөйтіп армандап шығарған әндерім 10-15% та сондай адамды аңсап. Десе де, алғашқы әніңіз махаббат туралы біреуге арналған шығар енді? Арналды әрине, енді бір адамды ұнатқаннан арнаған кезім болды. Бірақ енді оны айта алмайсың ғой, мен саған арнадым деп. Онымен дос сияқты араласып жүрміз. Содан кейін ол жігіт үйленіп кетті ма, одан кейін қайтадан сондай, білмеймін, қайтып айырылысып кетті ма, сондай бірдеңе сондай. Басы бос қой деген ол жігіттің демек. Көреміз ғой енді. Сонымен... Ол қандай ән еді? Оған шығарған қайсы? Оған шығарған, көп ән шығарған. Шырайын алып қалғандай саған басым, мысалы, жігітке барып айтамайсың ғой сезімді. Қазір кинодағыдай жаңағыдей жігіттің артынан өзі жүгіріп, біреудің семьясын бытышын шығарып, бақыт үшін күресу керек деп сөйтіп жатады ғой енді басқа ұлттар. Бізді қазақтың қыздары ондайға тәрбиеміз жібермейді ғой. Тек көзбен ғана түсінбесек айтесің, айтып қойып жүре береміз ғой. Ол әніңіз керемет екен деп қояды олар. Біздің бір тосын сыйымыз бар. Экранға назар аударсақ. Өнер жолына түсу болды ең негізгі мақсаты. Сонда менің өзім түсінгенім, ұсыныс жасағандар, жүгіргендер көп қой енді жеткілікті. Бірақ менің өзім ойым түсінгенім, ешқандай қабылдамайды. Әзілдейді, жаңағы жүгіріп жүрген жігіттерге нетеді, араласады, бірақ жаңағыдай сондай ұсыныс жасаса, оны қабылдамайды. Гаухар өзінің қалауында, жүрегі қалайтындай адамды кездестірмеді деп ойлаймын. Енді өз басым жаңа кештерде байқайтын негізі өзінің таланты бар екені көрініп тұратын. Өзі өнерге жақындығы, жаңағы әдебиетті білетін, театрға барып жүрді ол кезде. Бұл тек қана әнші емес, актриса ретінде де өзінің неларын көрсететін адам. Мен сол кезде байқағам негізі өз басым. Бірақ іштей біліп жүрдім, айтып неғам жоқ. Кейін енді халық танығаннан кейін сұраныста жаңағы неде көп бола бастады ғой. Өлең айтып берсін деп. Біз ол кезде жаңағы бастауыш десек болады, бастауыш тыңдарманымыз ғой. Өлеңдерін неғып, әлі мысалы өлеңдерін былай айтқанда толық білмесін де репертуарын біразын білеміз. Жатқа айтам деп айтпаймын, енді музыкасын, мелодиясын дейді ғой. Енді бәрін радиода ойнаса тездетіп кетсе сразу. Біле бастаймын, Гаухардың өлеңі деп Гаухар айтады деп біліп отырмын. Іштей мақтанасың былай. Еркінді қайдан тауып алдыңыздар? Еркін деген кім? Досыңыз ғой. Осы кісіге ән арнадыңыз ба? Жоқ. Сіздің әніңіздің кейіпкері осы ау деймін? Жоқ, менің досым бұл. Көзіңіз біртүрлі жылт ете бастады. Мен просто таң қалып тұрмын, қаяқтан тауыпты деп түсінбедім. Полицияда істеу керек қой сіздерге. Таң қалып тұрмын, көп болды көрмегеніме. Мен өзім неге Алматыға келмей кетті, хабарласпай кетті деп жүрмін. Сіздерге шығу керек екен ғой, есейші. Өзіңіз көптеген ер азаматтармен жақсы дос бола аламын дейсіз. Демек, ер азаматтар көп қастыңызда. Содан бір ұнаған біреумен бір бас қоспадыңыз неге? Кім айтты мен бас қоспады? Гаухар Әлімбекованың жасырын түрде тұрмыс құрғаны рас па? Бәсе, қолыңыздан ау, не келсе қинама? Әншінің жансырын білгіңіз келсе, күтіңіз. Біз де көптен күттік, яғни халық күтіп жүр, бұл жақсы жағымыз жаңа. Өзім де көп күттім ғой негізі. Өзіңіз көптеген ер азаматтармен жақсы дос бола аламын дейсіз.
Демек, ер азаматтар көп қастыңызда. Содан бір ұнаған біреумен бір бас қоспадыңыз неге? Кім айтты мен бас қоспады? Мен тұрмысқа шықтым ғой. Қашан? Мен білесіз ғой, мен бұрыннан мен бір концерт жасасам да жарнама бермеймін. Жарнамасыз концерт жасаймын. Республика сарайында да мысалы үшін. Мен жарияны жақсы көрмеймін ғой. Мен тұрмысқа шам деп айттым, тұрмысқа шықтым. Бірақ оны айтқан жоқпын. Тойым болған кезде бірақ айтам дедім. Демек, біздің арнада эксклюзив. Бірінші рет мойындап айтып отырмын сіздерге. Тұрмысқа шықтым. Бәсе, қолыңыздан не келді сақина ма? Сол, тұрмысқа шықтым. Бірақ тойым болған жоқ, тойым болғанда обязательно айтам. Осы Салтанат, шақырам ғой бәріңізді. Шығармашылық адам ма, өнердің адамы? Шығармашылық адам емес ол. Менің өзімнің кәдімгі жүрегім қалаған адам. Демек, сіз өнердің адамын қаламайсыз? Жоқ, мен қаламаймын. Өнер адамына тұрмысқа шалмайтынша бір үйден бір адам жетеді ғой, екі адам өнер адам болса, қызық емес сияқты. Сақинаңыз әдемі жарасып тұр екен, көрсетіңізші бүйтіп. Халық көрсін. Міне. Шын жүрегімізден сізді құттықтаймыз. Сіз тұрмақ, біз де көптен күттік. Яғни халық күтіп жүр бұл жақсы, жағымды жаңалықты. Өзімде көп күттім ғой негізі. Ақ келін деген әніңіз хит екенін бәріміз білеміз. Қаншама қыздар бұл әнмен ұзатылды. Осы өлең тыңдаған кезде өзіңіз қандай күйде болдыңыз? Әрине басында мен жылап жүрдім. Қыздар ұзатылып жатқан кезде анаған қарап, жылап, әкесіне қарап, басында енді менде жүрегім ауырды. Мен әкем өстіп ұзатам деп еді, әкем байғұс тойды көрмей кетті ғой деп қызығып та, қызғанып та қарап жүрдім. Басында жылап жіберетім, қашан жылай бересің, ақырында көз жасың қатып қаламын. Одан кейін күліп тұрып айта беретін, бірақ күнде қуантып қосанам деп. Сөйтіп, мен шынымды айтайын, мен оны хит болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Просто мен мақсат қойдым композитор ретінде. Ал мен бір нәрсеге мақсат қойсам, мен оны шығармай қоймаймын. Десе де бір ырымдап та жазған шығар сол өлеңді. Мен жолым ашылып кетерім, мен де келін боламын ба деп. Өзі шынымды айтайын, мен Салтанат өтірік айтқан жоқпын. Күйі туралы вообще ойлаған жоқпын. Қай кезде қасыңызға ер азамат керек екендігін түсіндіңіз? Айттым ғой, бір жігітті ұнаттым деп, біраз жыл бұрын. Ұнатып, сол кезде осы биыл маған бір махаббат күйсе екен, неғып махаббат келмей жатыр дедім да. Құдай сол айтқанымды есті ма? Сол бірінші не күні, бірінші март күні. Сол адаммен жолықтым да мен. Сөйтіп, кәдімгідей дос болып сөйлесіп, жақсы сөйлесіп сөйтіп отырдық. Сол кеткеннен кейін барып мен соны жақсы көретін сезім ба, сол бірінші рет сол кезде сол сезім болды менде. Алдындары көп өлеңдерді мен шынымен қиялмен шығаратын, жаңағындай басқа біреудің эмоциясына арнап шығаратын. Содан кейін менің кейіпкеріме айналды ол адам. Гаухар, сіз Инстаграммен пайдаланасыз ба? Шынымды айтсам, Инстаграмды мен енді мұрныма иіс барып жатыр. Инстаграм деген нәрсені мен WhatsApp-та үйренгеніме бірақ жыл болды өзі. Соған мәз болып, WhatsApp-тан жазғаныма мәз болып жүрмін. Бірақ сіңілерім отырады, жақында маған бір жауап жазуды үйретіп берді. Кейбір кезде бір әдемі әңгімелер, приколдар келіп жатса, жауап жазып қойып жүремін. Сізге біздің Инстаграмдағы қолданушыларыңыз сұрақ жіберіп, соған назар аударсақ. Мен айттым ғой, мен қазақи тәрбиеде өскен қызбын. Ондайды орынсыз мақтанып, мынандай киім кидім, мынандай жаңа көлік алдым деп мен ешқашан мақтанған емес, мақтанбаймын да. Тем более қазіргі заманда халық қаншама адамдар бар, күнін көре алмай, нанын таппай отырған адамдар, дастарханда нанын таппай отырған, бала шағасына жетсе, үйіне жетпей, үйіне жетсе, светіне жетпей, жаңа қиналып отырған адамдар бар да. Солардың алдында мен мақтанып, киімімді, қанша ақша табатынымды, мен ылғи қарсы боламын. Журналистер маған талай етті, үйіңізде туфлилеріңіз көрсетіңіз, қанша қаласыз анау деп. 5 мың алған туфлиді 10 мың, 15 мың, 100 мың деп айта береді, или очкиін айтады деген сияқты. Ондайға мен мүлдем табиғатым қарсы адам. Мен ешқашанда ондайды мақтанбаймын да, бірақ елден кем емеспін, біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей, ол менің табиғатыма жат нәрсе. Мақтанатын нәрсе болса да мен мақтанбаймын. Көрдіңіз ғой, күйеуге шыққанымды айтпай отырмын мысалы. Енді жолдасыңыздың суретін шығаратын шығарсыз Инстаграмға? Шығарам ғой, енді той болған кезде пригласительный берем ғой, сол шығарам ғой. Келесі сұрақ. Менің бір жолдас қызымды
бір жағы сіңлімдей болып кеткен, бірақ ол басқа елден келген қыз. Сол қызды бір жақын бір достарымыз, бір дос, қатты ұнатам, үйленем, маған бала шаға керек деді да. Мен қартайғандай құлдыземді құшақтап отырым демейді деді, бірақ оның семьясы бар еді. Соған көнсе, мен екінші әйел алам, перзент сүйем осыдан деп. Жақсы араласатын дос жігіт. Сөйтті да, ол мен мақұл дедім. Өздерің біліңдер, өздерің бір-біріңді ұнатсаңдар, өздерің біліңдер дедім. Сонымен ол екеуі біраз енді жүрді ма, білмеймін, жүрмеді ма, әйтеуір. Енді киноның аяғында, екі қызы болады ғой, екеуінің. Сөйтеді да, ол жігіт оны тастап кетеді, қызды. Аяғы ауыр болып қалады қыз. Соның кейін ол қызды әйтеуір алдап-сұлдап басқа жаққа жібергісі келеді, құртпақшы болады ғой. Түсініп отырмын. Сол қызды мен босандырғызып, басқасында болып, екі қызын да туғызып алып, сол екі қызды мен бағып отырмын. Сіз асырап отырсыз. Көмектесесіз енді анасына, дос көріңізге. Түсінікті. Енді өзіңізде жоспарлау жатқан шығарсың? Болады, обязательно болады. Қанша бала сүйгіңіз келеді бұйырса? Алла қанша берсе сонша. Нумерология туралы білесіз бе? Естідіңіз бе? Былай естіп жатамын ғой телевизордан. Сенесіз бе? Көбісі тура келеді менікі. Біздің Айсұлу есімді нумерологымыз сіздің кім екеніңізді білмейді, суретіңіз де жоқ қолында. Тек қана туған жылыңыз, күніңіз, айыңыз. Экранға назар аударсақ. Наша героиня родилась 7 октября. Вообще по нумерологии этот человек многим людям приносит удачу. Но чтобы ей оставаться самой, со своей удачей, со своим внутренним счастьем, ей нужно где-то иногда не то что бороться за свое счастье, она должна быть немножечко жестче. Она должна уметь быть жесткой иногда временами. Вот ей, с одной стороны, мешает то, что она иногда слишком много дает людям, и она себя может раздавать, неконтролируемо. Что характерно в ее нумерологии, люди, которым она помогает, она дает им какую-то вот такую основу, они могут расти. В отношениях с противоположным полом этому человеку очень важно не только чувствовать сердцем и принимать иногда какие-то импульсивные решения, но еще и рационально подходить. Особенно вот в этом периоде жизни мы должны где-то более объективно смотреть на какие-то вещи. Я хотела бы ей, наверное, посоветовать или порекомендовать, наверное, больше, то, что этот год для нее очень благоприятный для того, чтобы, может быть, немножко жизнь свою повернуть, немного под другим градусом и обратить внимание на тех людей, кто может быть рядом, либо тех, которых она в скором времени может встретить. Она могла бы очень хорошо в жизни реализоваться вообще как мать и как жена. Но есть вероятность того, что она часто ошибалась именно в выборе мужчин и, возможно, испытывала разочарование. Поэтому мне хотелось бы сказать, что сейчас год, который идет у нее на плюсе, хотелось бы, чтобы ее мечты все исполнились. Мінездемеңізді жақсы сипаттап берген сияқты, менің ойымша. Действительно, біреуге беру жағынан, жаңағы көмектесу жағынан, о жағынан мен енді ешкім тоқтатамайды. Мен қанша қатты болам деймін, сен осы уақытқа дейін байып кететін уақытың болды. Жақсы табасың, неге байымайсың, неге бітпейсің, неге анаған бересің, неге мынаған бересің дейді. Мен айтам, мен солардың несімін ғой деймін да енді. Туғанымын ғой, мен қалай нетпеймін деймін да. Олардан тығып, ішіп жеп, басқа жақта дем алып, қыдырып, тамақты тығылып жегенше қақалып, шашалып өліп қалмайын деймін да. Өліп жегенше бөліп же дейді ғой керісінше ауыз. Біреуге көмектескенді қолымнан келсе жақсы көремін көмектескенді. Көмектессе мен өзім рахаттанамын содан. Енді мен сізді бір ән айтқызбай жібере алмаймын, өйткені көрермен қауымда іштей тілеп отырған шығар, бір сүйікті әніңізді орындап берсеңіз. Театральный үйдің жігіттеріне, қыздарына мен алғысым өте шексіз. Олар мені шабыттандырып, қысқасы мен өмірге қайтадан бір өнерге деген махаббатымды қайтып ашты ғой солар. Сол кезде шығарған бір әнімді орындап берейін, я? Білмеймін, халім қандай, күйім қандай, шылымыр ыстық қанға құйылғандай. Жердеме, ғайыптама бір періште, қымсынып маған қара қиылғандай.
Капелімде күйіп жанбай, кеудемді кеулеген бір күйін бардай, жанымның жалауындай сол бір жанға қолымның жетпегені қиын қандай, қиын қандай, қиын қандай, қиын қандай. Әйел бақытын, жар бақытын, ана бақытын шын жүректен тілейміз. Ашылып сөйлескеніңізге көптен көп рахмет. Бір-бірімізге ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Өйткені осылай өмір сүру менің ойымша ұят емес. Ертең көретіндеріңіз. Сіз оны әрдайым күліп жүрген қалпында қабылдап үйренгенсіз. Тек қана ұят емес те, ол өзінің жан жарасымен бөліседі. Один изменял мне в день по 5 раз, другой, то, что я певица, его, наверное, больше волновало. Әнші Дильназ Ахмадиева алғаш рет ажырасуының себебін айтты. Он меня разлюбил, полюбил другую. Сүйіктісінен айырылған әнші өзін қалай жұбатты? А сегодня алкоголь помогает? А сегодня алкоголь радует. Алкоголь можно выпить перед выступлением.